Денсаулық сақтау министрлігінің ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығына қош келдіңіздер. Сәлеметсіздер. Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығы мемлекеттік тілмен Ата республиканың конкурсқа қатысуға ұсыныс алды. Біздің орталық көздік медициналық ұйым алымы бойынша қатысады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қазақ тілі. Әрбір Қазақстанның азаматы мемлекеттік тілді құрметтеу керек. Тіл мәртебесі, ел мәртебесі. Әлемге әйгілі мемлекет болу үшін ана тілінің жұлдызын көтеру керек. Бұл біздің негізгі парызымыз. Тіле деген көңіл, қалақа деген көңіл. Қазақ тілі еліміздің барлығы. Ана тілді білу, ана тілді сүю, ана тілді құрметтеу, осының бәрі отбасынан басталады. Қадыр Мырза айтқандай, ана тілін біліп қой, еркіндігін, теңдігін, ана тілін біліп қой, мақтанышын, еңбегін, ана тілін арын біл, ұятың боп тұр деп те, өзге тілдің бәрін біл, өз тілін үмітте, айтпаған. Қазақ боп тұрдың ба, мен ана тілімді білу, әр қазаққа міндет. Сәлеметсіздер ме? Өз қағаздарын жүргізу және мемлекеттік тіл бөлімі заңнамаға сәйкес тіл мәртебесін көтеруге ат салысуда. Тіл қоғам айнасы. Қазақстанның санитарлық авиациясы қалай жұмыс істейді? Бұл әйелдің жағдайы өте ауыр, инвалид көптен бері. Бірінші группаның инвалиді, екі көзі көрмейтін адам, екі қабат адам. Енді диагнозы енді өте көп. Бұл әйелді жаңағы кесарево сечение жасауға әкеліп жатырмыз. Ауа қысымының өзгерісіне байланысты науқасқа қазір кислород қосып қойдық. Өйткені жоғарыда қалыпты оксигенация, жаңағы сатурация түсіп кетуі мүмкін, сондықтан алдын ала кислород қосып қойдық. Алыс дегенде қандай қашықтықтарға ұшып жатыр? Мысалы, тікұшақтар 250 шақырымға дейін жететін болса, ал кіші авиацияға жасатын А2-лер, ол самолеттер региондарда тұр, жаңағы аймақтарда. Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығы мекемесінің жыл сайынғы кешенді жоспарына тілдерді дамыту және мемлекеттік тілде іс жүргізу мәселесі енгізілген. Тіл туралы заңның орындалу барысы жөнінде құжаттар мен бұйрықтар бар. Қазақстан Республикасының тіл туралы заңының 4-ші бабын орындау бойынша мекеменің барлық құрылымдық бөлімшелерінің жұмысы 2013 жылдан бастап, атап айтқанда, бұйрықтар, өтініштер, тіркеу журналдары, хаттамалар, шарттар, шекес қағаздары, анықтамалар, тағы басқа құжаттар екі тілде жүргізіледі. Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама бойынша әр жылы Наурыз мерекесі, ата заңымызға арналған салтанатты кеш, медицина қызметкерлерінің төл мерекесі, Қазақстан халқының тілдер күні мерекесі, тәуелсіздік күніне орай салтанатты шаралар мемлекеттік тілде бекітілген іс-шаралар жоспарына сәйкес өткізіледі. Мекеме ұжымы республикалық, қалалық байқауларға үнемі белсенділікпен қатысады. 2017 жылдың қараша айында өткен «Мәңгілік ел Қазақстанның кемел болашағы» атты 2-ші республикалық байқауда үздік сайт аталымының жеңімпазы атанды. Мемлекеттік тіл курсын оқытушы Зұлқайдарқызы Нұрсәуле «Мәңгілік ел Қазақстанның кемел болашағы» атты 2-ші республикалық байқауда жас дарын аталымы бойынша төсбелгіге иеленді. Тіл мамандары Бақтиярова Меруерт, Зұлқайдарқызы Нұрсәуле, Денсаулық сақтау министрлігінің тіл басқармасының хатына сәйкес тағылымдамадан өтіп отырады. Денсаулық сақтау министрлігі атынан құрмет грамоталарына алғыс хатқа иеленген. Қызметкерлердің мемлекеттік тілде еркін және тегін меңгеруіне қажетті жағдай қазақ тілі кабинетінде жасалған. Тіл үйренуге арналған 30-дан аса оқулық, 15-ке тарта сөздік бар. Бейне, аудио дискілермен жабдықталған. Қызметкерлердің қазақ тілі курсына қатысу деңгейі жоғары. Қазақ тілі курсы әр жылы ұйымдастырылып отырады. Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығының 107 қызметкері қазтест жүйесі бойынша сертификаттық тестілеуге қатысып, оның 76-сы, оның ішінде А1 деңгейін 37, А2 деңгейін 23, В1 деңгейін 11, В2 деңгейін 3, С1 деңгейін
2 қызметкер сертификат иеленді. Жұмысқа жаңадан қабылданған қызметкерлерді диагностикалық тестілеуден өткізу 22 жылға арналған жылдық жоспарға енгізілген. Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығының ұжымы қазақ тіліндегі мынадай мерзімдік басылымдарға жазылады: Егемен Қазақстан, ана тілі, қазақ тілі сабақтары тілі, тіл журналы, пайдалы кеңестер, денсаулық және отбасы, қазақ тілін үйренейік, аңыз адам, іс қағаздарын жүргізу. Мекеменің тіркеу бөлімінің құжаттары 2 тілде толтырылады. Күнделікті кезекші бригада есебі мемлекеттік тілде жүргізіледі. Лездемелер хаттамасы мемлекеттік тілде ғана жазылады. Барлық бөлімшелердің жұмысы жоспарлы 2 тілде бекітілген. Бөлімшелердегі ақпарат бұрыштары 2 тілде жабдықталған. Тіркеу журналдары мемлекеттік тілде толтырылады. Орталықтың барлық бөлімшелерінде медициналық сөздіктер, оқулықтар, терминдер, журналдары бар. 2018 жылы Республикалық санитариялық авиация орталығы атауы Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығы болып өзгеруіне байланысты сайт ақпараттары толықтай қаралып қазақшаланады. Аталған ақпараттар бекітілген жоспар тармақтары бойынша атқарылған жұмыстар туралы жыл соңындағы есептемеде беріліп отырады.